Баршаға сәлем, Барби фильмі туралы шағын бір видеоға қош келдіңіздер. Және де көрмегендерге бірінші видеоны паузаға қоя тұрып, Барби фильмнен не күтесіздер деген сұраққа жауап беріңізші комментарийде, мен күте тұрайын. Рахмет. Мен ол фильмнен жақсы сюжет күттім, әзілдер күттім, сәл-пәл ностальгия күттім. Дегенмен менің көргенім мені қатты таңғалдырды, өйткені бұл жай ғана әзіл емес, жай ғана ностальгия емес, бұл қазіргі қоғамдағы болып жатқан мәселелерге деген үлкен бір сатира, кәдімгі қарапайым үлкен бір картина, полотно десек болады. Негізі жігіттердің көбісі ол фильмге кіргенде сәл ұялып бір кринж-стап кіретті, ойбай бір қыздарский киноға бара жатқан жоқпын да, ондайды тастаңдар, өте күшті фильм. Не туралы айтып жатқанын ары қарай тоқталамыз, бірақ кіргенде қазір күшті кино көрем деп кірдіңдер да, сол кезде күшті кино көресіңдер. Алдымен авторларына тоқталайық. Фильмнің режиссері Грета Гервиг, ол актриса болып бастаған, сосын режиссерлік пен сценарий жазудан көп көзге түсетін әйел. Оның Барбидің алдындағы фильмдері Леди Бёрд және кішкентай әйелдер, екеуі де әйелдердің есеюі туралы фильмдер, және Барби сол тақырыпқа да тиесілі болғансын, үлкен бір трилогия болғандай да. Екінші автор ол Грета Гервигтің байы Ноа Баумбах. Үшінші Мадагаскарға сценарий жазған, ғажап Мистер Фоксқа сценарий жазған кісі, және де 2019 жылы тұрмыс оқиғасы, яғни брачная история деген фильмді жазған. Екеуі де Оскарға үміткер болған кезінде, және де Барби мен сол Оскарға қолдары жете алатын сияқты. Негізі кинода болып жатқан жайттардың бәрін ескерсек, Барбидан асатын кино көп емес, былайша айтқанда, биыл. Барби шынымен де биылғы жылдың бір кинематографтық, америкалық кинематографты құтқарып қалатын фильм сияқты. Өйткені, мысалы қазір шілдеде әшейінде блокбастерлер шығады. Блокбастерлердің кезеңі жаз деп саналады негізі. Биылғы шығып жатқан блокбастерлер негізі біріншіден көп емес, екіншіден барлығы прокаттан қирап жатыр. Индиана Джонс болсын, Флэш болсын, бәрі, Форсаж болсын, 10-шы Форсажды уже желіге тез-тез шығып жатқан себебі де сол негізі. Олардың байқап жатсаңдар. Және Барби, Оппенгеймер екеуі сол жайтты құтқарып қалатын сияқты. Енді фильмнің плюстарына көшейік, Барбидің плюстарына. Фильмнің басты плюсы ол ирония. Маған ең бірінші болып көзге түскен сол ирония. Қуыршақ туралы фильмді серьезный қылып түсіру қате екенін түсінген авторлар көптеген тақырыптарға әзілдікті, өзекті тақырыптар. Мысалы, патриархат, феминизм, психикалық мәселелер, есею, әлемде өзің орның табу, өмірде өзің орның табу, соның бәріне юмормен қарап, әзіл тығып, кейде жесткий әзілдер тықты, және сондай бір керемет постмодернистік үндеу болды авторлардан, негізі Барби деген. Тағы бір жақсы жері, көтерілетін тақырыптар көп болғанмен, олар фильмді ауыр қылмайды. Мына жерде әзіл болады, мына жерде әзіл болады, мына жерде абсурдный бір необычный әзіл болады. Және мысалы Ғарыш Одиссеясы, Матрица, Топ Ган деген фильмдерге отсылкалар көп. Солар кішкене көңіл күйді кішкене көтеріп тұрады. Сондай бір жақсы жері бар. Оған қоса суретшілердің жұмысын бөлек атағым келеді, өйткені бір қарындастарыңыз, көрші қыздарыңыз Барби ойнаған шығар, көрген шығарсыздар. Роб Розовый, әлемнің бәрі үйі бар, ваннасы бар деген сияқты. Соның бәрін күшті көрсеткен, үлкен тіс жуатын щеткалары бар деген сияқты. Соның бәрін кәдімгі әлемнің бір Барбиленд деген әлемнің лорына айналдырып жіберген. Және де ол жерде жасыл бөлмеде ешнәрсе түсірілген жоқ. Бұның бәрі натура, барлығын адамның қолымен жасалған, өте күшті. Сюжетіне тоқталсақ, бүлдіршіндердің фильмдерінен структураны алған, яғни бір сиқырлы әлем бар. Сол сиқырлы әлемде бір нәрсе болып қалады да, кейіпкерлер шынайы өмірге өту керек. Содан бір Смурфикте көргенбіз оны, Мариода көргенбіз, көптеген жерде көргенбіз. Қарапайым балаларға арналған фильмдердің структурасы, бірақ сол структураға
шамамен 30-30-30-дан асқан адамдардың проблемаларын кигізді да сол структураға, және ерекше бір ностальгиялық фильм шықты содан. Кастқа тоқталсақ, наконец-то Эмма Макки мен Марго Робби бір кадрда екеуінің бір-біріне қатты ұқсайтынын салыстыруға болады. Негізі тым қатты ұқсамайды екен, ажырата алады екенсің екен. Sex Education, айтпақшы Sex Education фанаттары, сіздер үшін Эмма Маккидан басқа Шути Катва бар, Конор Суиндлс бар. Сол үшеуі бірге ойнайды сол фильмде. Ол аз десеңіздер, Гослинг бар, Лю бар, Джон Сина бар, Дуа Липа бар, Майкл Сера бар, Эллен Миррен бар. Каст деген от болып тұр. Барби мінсіз де ойламаңдар. Барбидің минустары да бар. Мысалы, Mattel компаниясының басшылығы соларды көрсеткен кезде, олардың линиясын көрсеткенде кәдімгі кринж ұстайсың. Что-то вот негізі вообще фильмде кринж ұстайтын заттар көп, бірақ басқаларына сенесің да, именно Mattel'дың бастықтарына кішкене көңілің қалады солардан. Кейде Nickelodeon'ның фильмін қарап атқандай боласың, Nickelodeon сериалы сияқтандай бір чересчур абсурдный, да? Бірақ ол жалпы әсерді құртпайды фильмнен алған. Айтарым сол шығар. Және бірінші демалыстың өзінде фильм 350 миллионға таяп қалды сборлары. Яғни қайттан айтып атқанымдай кинематографты құтқарып қалатын кино осы болды. Оппенгеймер мысалы, өткен аптада айтқан Оппенгеймер одан 2 есе аз жинады, бірақ ол Нолан үшін өте керемет көрсеткіш. Және Марго Роббиның көп актерлермен жиналып алып, үлкен кастпен қол ұстасып прокаттан құлайтын бір әдеті бар еді. Содан айырылған сияқты осы Барбимен. Негізі Марго Роббиның өмірі өте қызық. Қаласаңыздар айтып берейін, комментарийге жаза кетіңіздер. Марго керек десеңіздер, жазып, түсіріп, көрсетіп берем. Айтпақшы, Оппенгеймер екеуінің ұқсастығы бар. Екі кейіпкерде үлкен тұлғалар негізі, және солардың саясаттағы орны, саясатқа қарсы шыққысы келетіні деген сияқты. То есть екі кейіпкерде ниеті жақсы да, бірақ басқалардың сол ниетпен использовать етеді да, сол ниетті, по идее. Сол туралы екі фильмде былай қарап тұрсаң бір ұқсас бір жерлері бар. Мен солай түсіндім, по крайней мере. Және де өткен шығарылымда айтқаным, Нолан мен Warner Brothers келісіп алды деп. Сосын ары ойладым, бері ойладым да, Warner Brothers Барбиді хит болатынын түсініп, әдейі Ноланның фильммен бір күнде қойған сияқты да, кішкене шатақ мінезді Warner-да получается. Бірақ оны ойлайтын уақыты жоқ, неғыламыз оны ойлап. Сол айтайын деген. Бәріңе рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар деп Хабаровская концовка.